оқиға осыдан басталды. Кешке менің жұбайым газет оқып отырып, бір хабарлама кездестірді. Бұл хабарлама көз тигенді кетіреміз, ауруларды емдейміз және кеткен адамдарды қайтарамыз деген хабарламалардың арасында жүрген. Осы хабарлама бізге қызық болып көрінді. Аты былай деген: мәңгілік сұраққа жауап береміз. Астында нөмірі берілген. Қандай қызмет көрсетеді екен деген сұрақ туды. Біз қызығып кетіп, берілген нөмірі бойынша телефон шалайық дедік. Күйеуім қоңырау шалды. 1-2 гудоктан кейін ар жақта біреу трубканы алды. Сәлеметсіз бе? Дегенге ешкім жауап бермеді. Бірнеше секунд тыныш болды да сарт еткен дыбыс шықты. Күйеуім селк ете қалды. Сосын ар жақтағы кісі трубканы тастады. Бұл не екен? Деп біз ойланып қалдық. Ұйықтап жатқанда түнгі сағат 2-де бізді телефонның дауысы оятты. Біреу қайта-қайта звондап жатты. Нөмір анықтауышта біз кешке терген нөмір шығып тұрды. Күйеуім трубканы алды. Трубкадан бір әйелдің дауысы шығып жатты. Ол маған шошып қарады да: Мынау не деген сұмдық? Біреу ойнап жатыр ма? Қазір барып өз көзімен көріп келейін. Деп тез арада киініп шығып кетті. Мен еш нәрсе деуге үлгірмедім. Бәрі түс сияқты болып көрінді. Сол үйдегі киімімен жұбайым үйден шығып кетті. Қайда кеткенін айтпады. Таң атқанша мен оны күттім. Келмеді. Таңертең полицияға звондадым. Жағдайымды түсіндірдім. Бірақ олар өтінішімді қабылдамады. Себебі кісі жоғалған соң 2 күн күту керек екенін айтты. Күні бойы не істерімді білмей, емханалар мен мәйітханаларға қоңырау шалдым. Бірақ тапқан жоқпын. Әлгі хабарлама бойынша берілген нөмерге де звондадым. Ешкім жауап бермеді. Түнде ұйықтаған жоқпын. Біреу звондап қалады ма деп күтіп отырдым. Расында, түннің бір ортасында біреу қоңырау шалды. Мен тез арада трубканы алдым. Трубкадан дірілдеген күйеуімнің дауысы шықты. Мен бұл жерде жалғыз емеспін, деді. Содан кейін трубкадан сұмдық дауыстар естілді. Қайдасың? Саған не болды? Деп айқай салдым. Байланыс үзіліп кетті. Жылаумен, іздеумен бір ай өтті. Бармаған жерім жоқ, сұрастырған адам қалмады. Ешкім менің күйеуімді көрген жоқ. Полициядан мынадай хабар келді. Хабарламадағы номер иесі жоқ, ешкім тұрмайтын үйге тіркелген. Бүгін жаңа газет оқып отырмын. Мәңгілік сұрақтарға жауап беремін атты хабарламаны тағы кездестірдім. Бірақ астында басқа номер жазылған. Осы номер бойынша мен қоңырау салмақшымын. Мен қорқып тұрмын. Қате жасайтыныма сенімдімін. Бірақ не болса сол болсын. Бәрібір звондаймын.